Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен қытырлақ дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Содан соң секерімізді саламыз. Содан соң кішкене ғана қасықтың ұшымен содымызды салып, барлығын мұқият араластырып аламыз. Секеріміз бен содымыз барлығы араластырылғаннан кейін ұнымызды аз-аздан сала отырып, осылайша ең бірінші қоюланғанша осылай вилканың көмегімен осылай араластырып отырамыз. Қоюлана бастағаннан кейін қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығуы керек. Мінекей, бізде осындай жұмсақ қамыр дайын болады. Осы дайын қамырды 15-20 минутқа холодильникке салып қоямыз. 20 минут өтті. Енді осы қамырымызды жұп-жұқа қылып илеп аламыз. Жұқалығы илеген кезде ар жағында мысалы жазу қоятын болсаңыз, сол жазу көрінетіндей жұп-жұмсақ болуы керек. Мінекей, осылайша дайын қамырымызды ұзын-ұзын қылып кесіп аламыз, немесе басқаша өзіңіздің қалауыңыз бойынша кессеңіз болады. Енді кезекте шұңғылдау ыдысымызды отқа майымызды құйып қыздырып қоямыз. Мен бүгін дөңгелекше етіп пісіремін, сол себепті осындай таяқшаның көмегімен осылайша видеодағыдай етіп барлығын тығыздап орап аламыз. Таяқшаңыз ұзындау болғаны қажет, әйтпесе қолыңыз күйіп қалуы мүмкін. Мінекей, осылайша тығыздап орап аламыз да қайнап тұрған майымызға видеодағыдай қимыл әрекет жасай отырып дөңгелектеп қуырып аламыз. Мінекей, осылайша таяқшамызды қозғап отырып қуырып аламыз. Осылайша бізде осындай форма дайын болады. Өте керемет болып шығады. Мінекей, таяқшамызды айналдырған кезде осылайша оңға қарай айналдырып, содан соң солға қарай айналдырып, оңға, солға сөйтіп айналдырсаңыз, осылай аралары ашық-ашық болып әдемілеп шығады. Егер таяқшаңызды тек қана біркелкі айналдырып отырсаңыз, аралары тығыз болып әдемі болмай қалады. Мінекей, мұнда да тоже біркелкі айналдырып, содан кейін кері артқа айналдырып, осылайша қуырып аламыз. Мінекей, осылайша біздің қытырлағымыз дайын болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша ақшылдау етіп ала берсеңіз де болады, немесе қызартып алсаңыз да болады. Мінекей, осылайша біздің дәмді қытырлағымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге сөзсіз ұнайды. Егер де менің видеом сізге ұнаған болса, арнама тіркеліп комментарий жазып бағалап кетуді ұмытпаңыз. Рахмет.